анам және әкем үшеуміз тұрамыз. Менің Аян деген досым бар. Мына жерде Аян екеуміз бадминтон ойнаймыз. Оның сүйкімді күшігі бар. Ой! Менің әзірге күшігім жоқ. Әнім анамның ішінде жатқанда мен онымен сөйлескенді ұнатадым. Ал бұл үйде інім дүниеге келген. Інім туғанда біздің отбасымыз шексіз қуанды. Біз төртеу болдық. Бұл біздің сүйікті көшеміз. Біз осы көшемен серуендегенді ұнатамыз. Соғыс деген не? Соғыс қасқырдың болғанына ұқсайды. Өлтім қорқынышты. Соғыс деген не? Ешкім жақсы көрмеген кезде. Соғыс деген үлкендердің өтірік айтуы. Соғыс деген өлім. Адамның адамға жасаған қатыгездігі. Соғыс деген не? Соғыс басталғанда көп осыншама адам болды. Ал бір айдан кейін осынша ғана адам қалды. Соғыс аяқталғанда қанша адам қалады? Ал соғыстан кейін өмір бар ма?